Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін Марван әжемен бас киім келесі түрін үйренеміз. Алдында бір қалың бас киім көрсетіп едім. Сұрауы бойынша осындай мынау ликала, міне осындай ликала, басы доғалдау. Оны қалай істейсіздер, қазір көрсетейін. Бұның ұзын ені болады 39-40 сантиметр. 39 мына жерде көрсетіп тұр. 40 сантиметр созып аласыздар. Биіктігі ортасынан аласыздар 33. Оны өздеріңіз білесіздер, төмендеу алуға да болады, жоғарыда алуға. Ол сіздердің бас киімнің істеуіне байланысты. Енді мына қырынан тік сызасыздар 17-18 сантиметр. Келесі мынау жоғарыға белгілеген нүктеге мына жерден ақырындап доғалдау көп домалатып сызасыздар екі жағында. Жартысын сызып алсаңыздар, бүктеп бүйтіп неткен кезде бұландай тұтас шығады. Міне, осылай ликаланы дайындаймыз. Ол өздеріңіздің бас размерін бойынша. Енді мен неғұрлым үлкен жасаймын, өзімнің істеуім бойынша. Осындай үлкен болса, ол илей келе, ол бас киім өз орнын алып, келесі отырмайды. Міне, осындай бас киім жасаймыз. Ол үшін мынандай ликала дейді, бұны керек. Сосын мынандай су қағаз керек. Мынандай ішінде ауасы бар. Жайда су қағаз тор көзе төсеуге болады. Сосын енді алдында көрсеткендей, менің видеомда Марван әжедегі қарасаңыздар, осындай жүн. Бүгін ақ жүннен жасаймыз. Бұл енді тапсырыс бойынша мен істеп атып, сіздерге үйретейін деп шештім. Жай уақытым өтпесін, сізге де бір не болсын. Енді бұл лента дейміз бе, осыны біз бөлеміз. Мен бұны 4-ке бөлем. Бұл өйткені жүннің өзі структура дейді ғой. Басқа жүнге қарағанда талшықтары қалыңдау. Сондықтан жұқалау болу үшін мен осыны 4-ке бөлемін. Егер де жұқа істесеңіздер, оның үстіне қосуға болады. Мына ортасына бөлем. Қосуға болады. Ал қалың алсаңыздар, онда оны алып тастау қиын болады. Сондықтан мына 4-ке бөлдім. Енді ақырындап оны айырып аламын. Енді менде 50 грамм дедім ба? 50 грамм жаңа өлшеген. Сол 50 грамм 25 грамм бір жағына жеткізем. 25 грамм бір жағына жеткізем. Енді қазір өлшеп келейші. Мен жаңа қарамаппын. Жалпы көз мөлшеріне істей берем. Дұрыс. Мынау менің бер жаққа кететін, алдың жағына кететін. Мынау 25 грамм екен, дәл алыппын ортасынан бөліп. Бұл келесі жаққа. Ол не үшін керек? Жаңа бастап жүргендерге бір жеріне қалың, бір жеріне жұқа салмау үшін керек. Егер де мында қалып қойса, сосын үстіне қайтып саласыздар. Қай жеріне аз. Енді істей отырып, мен сіздерге айтып отырамын. Мына жерде ең басты бастаған кезде мына шетінен бастауға болады. Көлденең не керісінше бастауға болады. Егер көлденең бастасаңыздар, ол биігінен жақсы отырады. Егер былай бастасаңыздар, еңінен. Маған еңі керек та, мен еңін қысқарту жеңіл болу үшін мен керісінше осылай сала бастаймын. Міне алуым осылай. Сәл шығарамын. Мына жерде шеті ғой. Мына киетін жері бас киімнің. Бұл қайырмалы тақия болады. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастадым. Осылай келесінің үстіне салып отырасыздар. Алдыңғы видеода көрсеткендей, бәрін айтып кеткендей, осылай салып отырасыздар. Толық саласыздар осылай. Ұзыннан. Келесіні үстіне саласыздар 70%. Енді ол не үшін 70% десеңіздер, өйткені бұл жерде жуған кезде аяқ жағы талшықтар жұқа болады ғой, сосын үстіне жауып біркелкі болу үшін. Ал енді мына жүннің әртүрлі несі болады, қасиеті. Бұл жүнде жіңішке структура болады. Тонкий дейді, полутонкий дейді. Сол бұл полутонкийға келеді да, кішкене грубоватый болады. Тонкий өте нәзік болады. Ал енді келесіні салам үстіне. Дәл солай шетіне шығармай, қазір шығармай, келесі салғанда шығарылады. Осылай салып шығамын. Ақтан ұшы көрінбейді шығар, бірақ та осылай салынады. 70% үстіне. Алдында дөңгелекке істедік.
көрсеттім. Осындайға да істегем, ол қалың болды. Бұл енді жұқалау. Қазір менде көрем, енді қанша 50 жетпесе, онда қосымша саламын. 2 қабат салам, 2 рет. 1 қабат осылай салам, келесі көлденең салам. Міне осылай салынып шығады. Мен телефонды сөндірмеймін. Бұл өзімнің каналым болғасын, бұл жерде еркін қарап, мына басып отырасыздар міндетті түрде. Бұл мамық қой, енді көтеріліп кетпеу үшін, кедергі жасамау үшін шеттен былай нетіп қоясыздар. Келесі, мына 3-ші қатар болып кетті. Оны да 70% үстіне. Осыны мен қайта айтам, өйткені үстіне салған кезде асты салынбай қалған жер болса, үстін жауып отырады. Бір жағынан мынау асты онша көп. Егер биіктеу салсақ, 20% үстіне салсақ, онда ашық қалады, өйткені оның талшықтары аз. Осылай салып отырамыз. Жалпы жүннің пайдасы орасан, денсаулыққа, бас ауырса басқа ем болады. Оны күнде шешпей жүру керек, терлету керек. Орамалдың, әйел заттары орамалдың астында. Бұл енді ер азаматқа тақия ретінде салып жасап жатырмын. Бұл тақияны шешпей жүрсе, ер азамат сол ем болады. Міне сәл тағы жетпей қалды, шетіне бір салар. Ем болады, сары су кетеді бастан. Жалпы жас ұлғайғасын адамның бойындағы ағзасында көп дәруменде жетіспейді. Сонда бұрын ата-бабаларымыз дәруменді осы киім арқылы толтырып отырған. Жалаңаштанбаған. Қазір жалаңаштанып киім кимегесін, тағы да солай салып жатырмын, енді қайталап айта бермейін. Қарап жатсыздар. Сол ұқсас бәрі салғанда үстіне. Жалаңаштанып қалғаннан кейін қазір бүкіл дәрумен шығып кетеді екен бойымыздан. Менде де сәл кішкене салынбаған сияқты үстіне салып қояды. Содан ыстық деп шешінесіздер. Енді суық кезде жақсы киініп жүресіздер, ал ыстық кезде шешінген кезде бойларыңызда керекті адамда не бар ғой, керекті зат шығып кетеді. Микроб дейді ғой. Микроб дейді. Мен дәрігер емеспін, бірақ та осыны өзімнің тәжірибемнен өткізіп, сіздерге 100% айта аламын. 200% айта аламын. Осы бас киімді кигеннен бері басымның ауруы басталды. Менде қысымым төмендеу, сол қан қысымы төмен болған кезде де сәл болса да терлеп бұрынғыдай болмайды. Бұрын басым айналып, жатып қалатын, жүрегім айнып. Қазір ондай болмайды симптомдар. Керісінше белгі береді. Мен жаңағыдай керекті дәрумендерді өзіме жеміс арқылы, көкөніс арқылы жеймін. Міне, 1 қабат салынды. Енді менде мынау біреу қалды, жаңа 2 нешеу кетті. Аз болса тағы да алам. Оған қорқынышты емес, жүндеріңіз болса болды. Енді мен салуыма байланысты қазір көрейік, жетіп қалады шығар. Енді жаңа былай салдым, енді керісінше былай салам. Қарама қарсы. Енді сәл шетіне шығарам, өйткені шеті анау келесі бетке бүктелу керек. Кім бірінші істеп жатыр? Көріп алыңыздар, қайта-қайта түсінесіздер. Жалпы бұны қолға ұстап, қорықпай істесеңіздер, өзі бір Алланың құдірет күші алып кетеді, үйретеді. Ал егер сіздер қорқыныш болып жүре берсеңіздер, еш нәрсеге үйрене алмайсыз. Мен басына дейін жеткіздім, төбесіне дейін. Енді керісінше. Мына жерде онша көрінбей тұрған сияқты, маған енді көремін сосын. Түсірім біткеннен кейін қалай болады екен. Жалпы бұл да телефонның бір кереметі, түсіріп атқанда онша болмайды, ашып қарасаң, жақсы екен деп қарайсың. Міне 2-ші қатарында жаңағыдай 70% салып отырам. Енді мына былай солдан оңға қарай жылжып жатырмын. Көргеніңіздей, қазір бұл бас киім үлкендеу, өйткені 50 грамм жетпейтін сияқты. Өйткені міне бітіп қалды. Бір 60 грамм керек мынаған. 60 грамм дәл болады екен. Қазір ана жағын көреміз, қандай мен анандай айтады ғой, сезімтал, қолдағы жасаған ісіне мастер, міне маған жетпей қалды. Қазір менде мына жерде 50 грамм ғой, сол 50 граммнан алам, сосын өлшеймін, қанша мына жаққа кетті бетіне. 3-ке бөлем бұны да. Міне 4-ке бөліп алам жаңағыдай. Өйткені 4-ке бөліп жасап жатырмын. Бәрі біркелкі болу керек. Енді келесі кеттік. Бір 5 грамм бекен, сонда 30 грамм кетеді екен. Қазір айтам нақтысын.
міне жұқа алғанның өзінде. Алдында бір қызыма онлайн көрсеткенде оны үшке бөлдірдім. Бөлгіздім. Енді ол кісі жаңа бастап жатқасын, экранның ар жағында болды, менде басқа түс болды. Ол кісінің несі қалың болып кетті. Егер қалың десеңіздер, онда көбірек аласыз. Жалпы үйреніп жүрген кезде жұқа алыңыздар. Илеуге де оңды. Қалың енді жүннің несі қалың маған онша өзіме ұнамайды. Неге? Өйткені ол қатып қалады да. Ал мынадай жұқа болған, ол икемде келеді, тоқылған неге тәрізді келеді. Сондықтан жүннің киіз ғой ол. Киіз қатып қалады қалыңы. Ал мына жүн үстіне салайын. Енді тағы кішкене жетпей қалды. Осылай жүре берем. Осыдан кейін не істеймін? Осыдан кейін жылымты су алам, ыстық суды алуға болады, қолдарыңыз күймейтіндей. Міне үстіне бас жағына міндетті түрде дұрыс салу керек, өйткені төбесінде кейбір сол бірінші алғашқы өзім істей бастаған кезде төбесі нетіп қалатын да, тесіліп қалатын. Илеп атқанда айырылып кететін. Сондықтан сіздер ең алғаш салғанда сәл артық шықса да қорықпаңыздар. Оны сосын көрсетем қазір нетіп атқан кезде. Міне мына бөліп алғанымнан тағы да кішкене жетпей қалды мына жерге. Осы бағанағы ғой енді. Осының міне 4-тен 1 бөлігіне қалды. 1,5 бөлігіне қалады шығар. Енді мына жерде қарап шығам. Шетіне сәл шығару керек. Өйткені жаңа біріншіде қатада шыққан жоқ. Енді бұның бір оңды жері, бір салып боласыздар. Сулағаннан кейін барып, оны қайра да салуға болады жетпеген жеріне. Міне болдым мен. Қазір мен барып өлшеймін. Өлшеп, мынаны айналдырамын, сулаймын, торгөз салып сулаймын, сабындаймын, оның бәрін қазір көрсетемін. Сәл тоқтай тұрайық. Ал енді жаңағы салып болдым. Бұнда 30 грамм кетті. Дәл 30 грамм. Қостым келесі неге алғаныма. Енді торгөзбен жабамын. Су алып келдім. Сабын, енді кішкене қалдық сабыным бар да, сонымен мен осыны қазір сулаймын. Сабын судың арқасында жүн иленеді. Су мөлшерін енді көз мөлшеріне салып отырасыздар. Көп те болмасын, аз да болмасын. Көп болса ештеңе етпейді. Сүлгімен аласыздар, үстінен басып. Губкамен, сүлгімен. Міне бір сулап шықтым. Енді қараңыздар, басып тұрасыздар. Әсіресе кім жаңа үйреніп жатыр, қолдарыңызды көтеріп тұруға болмайды. Бұл басқан кезде су жан-жаққа ыдырайды. Аз болса, тағы да міне бір қолымды алам, екінші қолым кезекпен. Өйткені екі қолды бір алсаңыздар, жүн қозғалып кетуі мүмкін. Осылай қозғалып отырып, төмен жағын қостым міне. Су мөлшері тарады. Енді үстін көрейін. Сәл аздау, қазір қосам. Осы басып тұрасыздар. Қолдарыңызбен. Бұл жұмыста бірінші сабырлық керек. Асықпай, көбінесе тез бітсем екен деген сабырсыздық пайда болады да адамда. Бұл қолөнер уақыт керек. Мына жерде бұлтылдап тұр, көрініп тұр. Оған тағы да сәл су салам. Сабында. Не болмаса суға сабын етуге болады. Енді маған өзімен ыңғайлы қол сабын болғанды ұнатады. Үнемдеуге де болады. Міне басып тұрмын. Енді онша бағанағыдан көре қазір қолым менің шапшаң қимылдауға болады. Су кірді басына. Тарайды. Суды ұстап тұрсаңыздар, су өзі дырайды, көрініп тұрады. Міне су дырағанда әр жағы жабысып көрініп тұрады су барын. Міне мен қазір бұны битем, қолмен битем. Бұл қалай жаңағы суды ыдыратам жан-жаққа. Әсіресе шет жағы су құрғақ болмасын. Ол қазір бізге қайырғанда керек болады. Міне енді қолымды көріңіздер ме? Бір қолымды ұстап тұрып, екінші қолмен қайткенмен де асықпай бір қолмен істеген дұрыс. Сәл кішкене сабында қолды алып, қол қимылдау үшін. Міне тағы да сулап алайын кішкене шеттеріне. Мынау маңдайшасы. Төменде қарап тұрған ол маңдайшасы. Оны да сулаймыз, өйткені оның артық шыққан несін кері үстіне қайырамыз. Төбеге қарай қайырамыз. Бірінші соны қайырып аламыз.
сосын барып аударамыз. Міне осылай бір жағы бітті. Ал енді келесі жағын ашамыз ақырын, өйткені мынау тор көзге жабысады. Қолдарыңызбен сипап отырып ашасыздар. Бүйтіп ары қарай етіп. Міне болды, ашылды. Бас жағын десеңіздер. Енді мына жағы көрдіңіздер ме, артық болып тұр. Мына жерде лекаланың сызығына дейін оны қайырамыз. Бұл киетін жері маңдайшасы дей ме, сол бас киімнің маңдайшасы болады. Мына жерде бүйтіп қайырамыз. Қайырып қойғаннан кейін оны сәл уқалап, егер су болса қорықпаймыз, ал су сәл дымқыл болмаса бүйтіп қойсаңыздар, өз жүнде бар ғой, сол ыдырайды. Жерде тор көзбен жұмыс істеген жақсы. Енді қараңыздар, мына жағым болды мен. Міне, бер жағы болды. Бүйтіп қарауға болады. Тесігі жоқ. Тесігі болса қосымша салуға болады. Енді сіздер көрініп тұр ма? Енді мынау шеттерін қайырам. Қайырғанда мынау лекала тұр ғой, мынау қағаз не жасалған. Бұны салафаннан, қатты салафаннан істеуге болады, лекаланы. Менікі подложка дейді, құрылыс материалдың несіне еденге төсейтінді жұқасы болады, содан істеуге болады. Метражбен сатылады, 500 теңге ме қазір, 1000 теңге ме әйтеуір. Сатып алсаңыздар, осындай неге бас киім жасағанда, кәжекей жасағанда, ол өте жақсы. Мен осындай нелерді істеп қойдым, әртүрлісін. Енді мына жағын істеп болдым, енді мына жағына кете беруге болады. Өйткені төбесін қазір мен реттеймін. Бұл жерде мынандай нелер болып қалса, сәл-сәл саусақтарыңызбен сабындап, түзеп жүру керек, тегіс болу керек. Мында жүн бар екен көрінбеу керек, жабысып қалу керек, лекалаға жабысып тұру керек. Бұл лекалаға жабысып қалмайды, ең басы жүнмен, әр жағындағы жүнмен нетпесе болды. Сондықтан мына шеттерін ыңғай осыған мән беріп отырасыздар. Мен жұмыс кезінде айтып отырам оны да. Міне осылай саусақтармен мынаны ыдыратып, сабынмен жақсы ыдырайды. Басында қарайсыздар, саусақпен қайта-қайта не істеңіздер, өзі пластилин сияқты. Міне осылай бұны да жасауға болады екен деп өздеріңіз ойлап қойыңыздар. Қиын емес, ештеме қиын емес. Ең басы өздеріңіздің қорқыныштарын жеңіп, жұмысқа кірсеңіз, кез келген жұмысты жеңіп шығасыздар. Ал қорқыныш болса, әне міне бастайын деп жүре бересіздер. Мен 60 жасымда үйрендім. Бұрын жүнмен мүлдем айналыспағанмын. Сондықтан бұнда жас болсын, үлкен болсын үйренуге болады. Енді міне болды. Қолымды сүргімен, міндетті түрде сүргі дайындап қоясыздар. Өйткені жаңағы жүн құрғақтай алыну керек. Міне бірінші жағы мен 18 минутта бітірдім. Енді келесі жағы. Бұл енді салу өте ең жеңіл салу деп ойлаймын. Келесі де жеңіл, бірақ оған уақыт керек. Енді тағы да 4-ке бөлем, бүйтіп сілкіп қоямын. 4-ке бөлемін, біргелкі қылып. Көз мөлшермен. Ортасынан бөлуге болады, сосын тағы да ортасынан сіздер. Әнді мен көз мөлшермен бөліп жатырмын. Осы кету керек енді жаңағыдай. Енді көреміз. Осы 30 грамм ан жаққа кетсе, енді 30 грамм мына жаққа кету керек. Ал енді төменнен бастаймын жаңағыдай. Енді керісінше бағана былай, жоқ, дұрыс. Ой, есіме түсіп кетті ғой. Бағанағыдай бастаймыз. Маңдайшасына түсіреміз. Салуы не үшін деп айттым ғой сіздерге. Егер сіздер мынау киетін жерін қысқартуға тез болса десеңіздер, осылай салыңыздар. Егер биігін қысқарту тез десеңіздер, онда керісінше көлденең саласыздар. Осылай мен қазір салып шығамын. Кеттік. Әрі қарай. Ұстағанда мына жерін бүйтіп жинап алыңыздар. Міне, бұлай болу керек те. Қатты шашыраңқы да болмай, үсті жағы жинақы болу керек. Қолдарыңызбен мына саусақтарыңызды жинап отыр, бүйтіп жинап отырасыздар. Жинақы болмаса жинап отырасыздар. Шашылып кетпеу керек. Міне шетіне дейін жеттім. Шетіне мүлде шығармаймыз, келесіде шығарамыз. Шетіне көп шығарсақ, грижа болады. Грижа деген дүрдиіп тұрады ғой. Сондықтан бұл жерде салуда мынау
мына екі жағын неткен кезде сол әдемі болу үшін салғанда да сондай немен салу керек. Көз мөлшерімен аздау, аз да емес, көп та емес. Енді 70% міне қолыма жабысып жатыр. Қол құрғақ болу керек, соның үшін үстіне 70% салып жатырмын. Екінші қатар 4-5 қатар болады, иә, биіктігіне. Осылай салына береді. Қарап істеулеріңізге болады. Бұл YouTube каналында Маруан әже бірнеше түрлері болады. Алла жазса, жайнамаз жасау түрін көрсетемін, фуражка жасау. Сөйтіп әр неде салып отырам жүннен жұмыс. Мен өзімнің істегенімді осылай салып отырамын. Бір жағынан өзімді жасайын, бір жағынан сіздерге де пайдасы тие берсін дегенім ғой. Бір көресіздер, екі көресіздер. YouTube'тың бір он жері қайта-қайта көруге болады. Сосын таратыңыздар. Неғұрлым комментарий жазылады, соғұрлым тарауы да жақсы болады. Халық көреді, үйренеді, сауап сіздерге. Мен сіздерден ақша сұрап жатқан жоқпын, сауапқа таратыңыздар. Маған да сауап болсын, сіздерге де. Сіздерге еселенеді, өйткені сіздер соның жәрдемші ме, не деуші еді. Міне жаңағыдай алғаным бітті. Енді мынаны тағы да алдым. Жаңа дайындап қойған 30 грамның ішінде ғой. 4-ке бөлем. 4-ке бөліп отырамыз. Міне өзі де жақсы бөлінеді. Ақ жүн өте жаңадан свежий дейді ғой, жаңадан болса, ол тез жұмсақ болды, жаңа таралған, жаңа жуылған. Ал егер жатып қалса, бұл жүннің өзі бір несі илене береді екен. Менде бар жүндерім, бұрын 2 жыл жатқан жүндерім бар. Мен аздап заказ бойынша істеймін оларды. Сол кезде олар кішкене пісіп қалады екен, иленіп қалады. Тартқанда да кішкене қиналасың. Мынау енді рахат жұмыс істеуге. Сондықтан жүннің жаңа иленіп, жаңа жуылғаны да өте сапа. Енді қазір көрсетіп жатыр. Қазақи қойды да жуып, қылшығын айырып, тікенегін айырып, Шымкентте жасап жатыр екен. Жүннің тазарып. Оны дегенің қазір далада, свалкада жүн жатпайды. Ауылдағыларға, алла жазса, жүндерін қойлар ұстағандарға өте жақсы сатуға болады. Енді арзан баға сатсаңыздар да, әйтеуір далада жатпайды, сауапқа берсеңіздер де. Сондықтан жүнді лақтырмаңыздар, жуыңыздар, көрпе жастық істеңіздер. Сол жүнге жатсаңыздар, келесі ешқандай Қытайдың бәленше нелер арзан болады ғой, соған қызығасыздар, бірақ та ол өте зиян. Бойларыңыздан жаңағыдай неше түрлі экземалар болады. Ал енді мен болдым, неге менде көбірек қалып отыр. Енді керісінше былай жасайын. Шығарам міне бер жаққа. Мына жаққа енді қалса, осыған қосымша салам. Өйткені менің бұл жерде мүмкін асықпайды, әлі жаңа бастап жатырмын ғой. Мүмкін жетіп қалар дәл түсер. Ол мынау жүнмен жұмыс істе, күнде істесең, ол солай дәлме-дәл түседі. Енді көп болды осындай бас киімге жасамағаныма, көбінесе үлкен киімдер жасаймын. Шапан, жилеткеге талдырма жасаймын. Қазір енді мына бас киімге бүгін қолға алып сіздерге көрсетейін. Мынаны да тағы бөлем 3-ке, 4-ке. 4-ке бөліп қойдым. Ал енді бұны көрейін. Жетіп қалса, артып қалса, енді оны ұят болады, артып қалса менен. Артпауға тиісті, артпайды ғой. Жетіп қалмаса болды, артса да үстіне сала қоям ғой. Жетпесе ала қоям, онда ештеңе етпейді. Мына жерде салуыма да байланысты. Қолымның бір кезде көп салып кетуі мүмкін. Жоқ, жетіп қалуға тиісті. Мен осылай салып отырамын. Қазір мен қосымша көрсетемін. Сулағаннан кейін маңдайшасына сәл-сәл салып жібереміз. Маңдайшасы қайырылады ғой, әдем болып тұру үшін. Бірақ та салмауға да болады. Жалпы егер қайырмалы болмаса, маңдайшасына қосымша салынады. Бір қатар жұқа қылып. Қайырғанда да әдем болады. Міне. Енді тағы кішкене бар. Жақындап қалдық енді бітуге. Сол денсаулықтарыңызды күтіңіздер.
дәрігерге баруды асықпаңыздар. Осы киініп, терлеп, аяққа жүн байпақ, мәсі, күнделікті киіп жүрсеңіздер, кімнің аяғы варикоз, кімнің аяғы ревматизм, тағы да сүйек аурулары бар ғой, неше түрлі ит аурулары деген сияқты, соған шипа болады. Кие сала тәуір болып кетпейсіздер, бірақ та жүре айлап, жылдап ем жүреді, өздеріңіз байқайсыздар. Енді өз басымнан онымен өткіздім тәжірибені. Аяқ сырқырамайды, тағы басым айналмайды. Менде артылып қалып тұр сәл. Не менің жаңағы өлшеуімнің несі бір сәл дұрыс емес пе? Кішкене ғана артылды. Міне осыны мен не істеймін, енді салып кетемін, қараймын. Қазір тағы да қарап шығамын. Тесік жерлері болса қосымша саламын. Міне төбесіне саламын, мына жеріне саламын. Өзім қарап тұрмын, бізде тесігі бар сияқты жерге де салып кеттім. Міне енді қалғаны міне бір қалып қойды, бірақ та екі жағы бірдей сияқты. Қазір тексерем. Нетсе, бұл жерде мен мына жақта, ана жақта көбірек салдым да, мына жақта аздау салдым ба, соның несі мына жаққа сол 25 граммдай кетті. Жақсы. Ол 5 грамм әлі бір ол білінбейді. Ал енді кеттік, тағы да жаңағы процесті орындаймыз. Сулаймыз. Міне жарты сағаттың ішінде салуға болады екен. Одан да тез салуға болады, арасында үзін. Ал енді басып тұрам. Судырау керек. Міне қай жан жаққа тарап жатыр су. Ағыс болып. Міне. Өзі тараған кезде енді мына жанына тұрам. Көрінеді. Аз жерді көрінеді, мына жерде аздау, ана жерде көптеу болды. Келесі үстіне қолымдағыдан абайлап алам. Бір жабыстырып шыққаннан кейін басып тұрам міне. Енді тағы да сулаймын. Қарап салсаңыздар. Асықпай. ютубты қойып, таратып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Тікелей шығамын десеңіздер, телефоныңызды жазып алыңыздар. Менің телефоным 2, біреуін ұмытып қала берем. 775 509 400 509 75 57 43 57 43. Мен екі телефон ұқсасты. 775 актив, 509 57 43. Маруан әже. Енді сондай бір сұрақтарыңыз болса, енді егер сіздер тағы да үйренем десеңіздер, ұсыныстарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар. Не болмаса, WhatsApp-қа жазасыз. WhatsApp менде басқа нөмір. Осыған звондасаңыздар, мен WhatsApp берем. Онда 777 439 75 43. Иә, есіме түсті. Менде Билайнда WhatsApp 777 439 75 43. Сол ұқсас нөмірлерді. Ал енді қараңыз, мен қорықпай сипап атын байқасаңыздар. Шетіне қарай суды шығарамын. Не үшін шығарамын шетіне? Ал айта отырыңыздар. Дұрыс. Су бәр жерге тарау керек. Міне. Мен қазір шлиф машинкам бар. Сонымен жүргіземін. Мына жерде аз сияқты сәл. Сабындасаң тарайды. Сабымен жақсы жүреді, судың өзі. Әйтпесе тұрып қалатын сияқты. Мына жерде артылмай берді. Ал енді болды. Енді ашып. Ақын сәл су шеттерін қарап отырып, қайырып отырып. Енді мына жерде қайырам.
жалпы осы салу әдіс қандай зат істесеңіздер де, кәжекей істесеңіздер де, байпақ істесеңіздер де осы салу. Келесі тағы бір байпақты көрсетермін. Тәпішке де көрсетуге болады. Міне, мынау басын киетін жері. Міне, әр жағына қайырдық. Мынау ортасында қалған жаңағы лекалы. Ол кейін алынады. Енді бұны аударамын. Міне, қараңыздар. Тегіс салынды. Енді бұны қайырамын. Мен жалпы көз мөлшеріне салып үйренгенмін ғой. Бір жерде 1 грамм кетсе де білмеймін. Сондықтан мен бүгін енді сол жаттығу керек екен маған да. Граммен. Бірақ та веса кейбір кезде 5 граммда артық көрсетеді, кем көрсетеді. Өлшейтін дұрыс болмай тұр ғой. Сол жақсы. Мына жердің бәрін енді екінші рет жабылып тұр ғой. Мынау лекала жаңағы астындағы лекаламен тартасыздар. Өйткені артық жүндеріңіз шығып кетсе, бір-бірімен былай жабысады да қалады. Ол алынбайды. А лекала арқылы ол лекалаға жабысқанмен ол алынады. Сонда екеуі жабысу арқылы лекала ортада қалады да, сосын қуыс пайда болады. Сол қуысқа мынау грыжа болып жабыс қалмау үшін шеттерін тартып отырасыздар. Текеметті де осылай істеуге болады. Енді қанша кетеді оны салуын бәрін мынау қолдарыңыз әден бас киіммен, азбен жаттыққаннан кейін оны әрине оны килограмдап кетеді. 8 грамм бір жағына кетсе, бір 3 метрде менің үстелім бар. Келесі жаққа сонда бір 3 килограмда кетеді. Сондай 2-де 3-те 2-ге үстелдеріңіз болса, көлемді жасаймын десеңіздер. Ал сұрапты біреу жазыпты қалай нені жасаймыз деген сияқты. Міне, дайын менікі. Енді мен бұл жерде артық суын алу керекпін. Өйткені мында артық су бар. Мынандай немен көгі бар екен. Боялам екен, жоқ боялам. Осы артық суын алам. Көпті алмаймын, кішкене алам. Екі жағында көремін. Бұл жерде міне көрдіңіздер ме? Қазір мені жүн емес, ұшпайды. Мынандай көтеріп, лақтырып жатырмын көрсетіп. Болды жарайды. Су болу керек, кішкене ғана алдым. Ал енді өзіме қарап, мына бас жағын, киетін жағын төменге қаратам. Енді қараңыздар, не істеймін? Енді мен шлеп машинамен жаңағыдай бір 50-ге дейін санап тұрам, 60-ға дейін. 1 минуттан 2 жағын дырылдатып шығам. Егерде болмаса, қолдармен былай сипай бересіздер сол. 1-2 минут көбірек сипайсыздар, 3 минут, сосын келесі жағын. А мен шлеп машинамен 1 минуттан ғана. Шеттері бар ғой, мына шеттерін бүйтіп көбірек оқалаңыздар. 5 минут оқалауға болады бір жағын. Міне енді келесі жағын. 5 минуттан оқалаңыздар. Ол артық болмайды. 1 минут.
ішіне жабысады. Сипағанда да ара тұра 1 минут сипағаннан кейін қараңыздар. Енді мен сәл кішкене сипаймын. Сіздер енді 5 минут сипаңыздар. Сөйтіп бір сипап шығайын. Қазір мен ұқтаулаймын. Ұқтау болмаса, өзім орап, білектеуге болады. Енді мұн жерде менде флеш-шлеп машинка болғасын, білектегенде басында ол өте нәзік болады. Ұқтау бар ғой бәрінде үйінде. Не болмаса, немен қазір трубалар бар ғой, пластмасс, бірақ та ағаш онды. Осындайда ағаш онды. Мынау сабынсыз жүрмейді менің қолым. Міне кішкентай сабын бір бас киімге жетіп қалды. Жаңа жетпей ме деп ойлағам. Ана жақта бар сабындар көргенім. Міне осылай сипап шығасыздар. Енді бұндағы суды не істейміз? Су, мен айттым ғой, сумен, сабынмен бұл піседі, үйленеді. Сондықтан суды көп алмаймыз. Бірақ та артық су болса, қазір мен көрсетем, сығып аламыз. Менде ұқтауым қайда қойдым. Қазір мен ала келейін. Бөлмеде жұмыс істеген жерімде қалды. Ал енді мен осы міне мынандай ұқтау менікі. Оны ораймын. Енді ең басында мынау тор көз жүннің үстінде болу керек. Өйткені әлі ол нәзік, сондықтан жүннің үстінде болу керек. Ал мынау неге жабыспау керек ұқтауға? Жүн әлі ол не нәзік. Ал енді мен осылай 50 рет айналдырамын. Қазір көресіздер, мына жерде артық суын сығамын. Мына жерде міне дәл жетті міне. Жүн қалып көрінбей тұр, бәрі неге. Енді мына ыдысыма сығып аламын. Міне мынау су керек жоқ, мынандай су. Сәл болу керек суы. Бір тамшылап тұрады ғой. Мынау артық суды мен сығып тастадым. Көп та суға болмайды. Илену керек сумен. Суын алып отыру арқылы иленеді. Енді мынау қағазымнан керегі жоқ. Енді сүлгі өзіңе сондай ыңғайлы, сығып алуға да, суды алуға да. Енді осыны мен 50 рет білектеймін. 1, қатты баспайым, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 енді ашамыз. Сүлгімізді қараймыз, бар ма су? Су болса, міндетті түрде әр айналдырған сайын суды тамшы болса да сығып отырамыз. Су кеткен сайын аздап кетіріп отырамыз. Болады. Таза сүлгі алсаңыздар, ол болмайды. Осы сүлгі дымқыл болса да, осымен жұмыс істейсіздер. Су бұл несі сонда құпиясы. Аздап су алу арқылы міне тамшығына болды. Ал енді ашамын, міне ашамын. Төмен жағы, енді төбесінен өзіме қарай айналдырамын да. Мына шеттері сәл қозғалып кетсе, бүйтіп қоямыз. Шеттерін сәл ыдырап кетуі мүмкін. Кім жаңа бастап жатыр? Міне пісті бұрынғыдан қарағанда. Енді төбесінен төмен қарай. Бұны да 50 рет
осылай ұқтаулау арқылы бұл отыра бастайды. Мынау үстіңгі мен салғаным отыра бастайды, қалыптан кішірейе бастайды. Сөйтіп қалыптың өзі түсіп қалған білмей қалады. Үйленген сайын қалыбымыз өз орнында ғой, үлкейіп қала береді, ал үстіндегі кішірейе. Енді тартып қаттырақ тартамыз. Енді мен қазір нем қатайды, енді сәл күш салам. Күш салып, өзімнің қолымның күшін салып, илегенде жақсы иленсін деп айналдырамын. Біреу, екеу, 50 рет үшу. Жиырма. Қырық. Елу. Енді байқадыңыздар, мен бір жерде тұрған жоқпын бұлай. Мен қолымды бұлай ауыстырып отырдым. Бұл кімнің саусақтары ауырады, сүйектері ауырады. Осындай жұмысты істесе, сүйектерінің, саусақтарына ем жүреді. Білектеу дейді. Бұрын кезде біздің әжелеріміздің қолдары сырғамаған шығар. Бір қолым сығырап атыр деген естіген жоқпын, осы үлкен әжелерді. Енді анамыз да сырқырайтын. Осынаймен айналысқан жоқ қой кісі. Тікті, бірақ та жүнмен жүн үйірді. Көбінесе қол тигенде нәски бізге тоқып беретін. Біз енді бала кезімізде жүн түттік. Сосын кейін жүн үйрене бастады. Енді ашамын. Үсті, асты, төбесін еттім. Енді қырынан қоям. Оң жақ, сол жақ дейді. Қараңыздар. Тағы да сәл сулап. Тор көзбен етеміз. Кішкене қозғалып атыр. Қосқан жері ғой бұл. Көп суламаймыз. Қарап қоямыз да. Ал енді екі қырын 50 рет. Опа, мына жерге жетпей қалды. Көбірек мына жаққа шығару керек. Мына жерге көбірек шығару керек. Енді қорықпау да болады. Жүн әбден уже нетті. Астына істей берейін. Оқтауды қазір қорқыныш емес, жабыспайды. Ал енді қаттырақ илеймін. Шөберегімді сықтым. Тағы да су шықты. Енді қатты білектеймін. Оқтаулаймын. Білектеуде болады. Біреу, екеу, үшу. Болдық. Енді осыдан кейін тағы да шлиф машинамен етем. Мына сығып отырайық, ұмытып қалмау үшін. Сосын сіздер сипай бересіздер, сосын мен тағы да сипайым. Сөйтіп жатқанда ішіндегі лекала салынып қалады. Міне, қараңыздар, қаншама су шығып жатыр. Міне. Ал енді керісінше келесі жақты істеймін. Міне қатты бассам да менің нем сол бір қалпы. Ал енді кеттік. Келесі жақ. Дұрыс қой, осы жақ қой. Шатасып кетсеңіздер, неге мен санаймын? Мынау қисайып кетеді, жүн ғой. Сондықтан біз шатаспауға тырысу керекпіз. Енді мен қатты неге көңіл бөліп жатқан жоқ. Неге тиіп қала ма жүнге деп өткен жүн
пісті, иленді. Енді елурет. Елу. Мен былай илейм, ұқтаулаймын да өзіңе былай тартам. Сол кезде де иленетіні көрдіңіз оны. Трени дейді ғой. Жалпы жүн илеге мынау қозғалған сайын илене береді. Міне тағы да сығып тастаймын. Енді бұл да маңызды. Сосын біріктеген кезде осылай тағы да су шығады. Онда ұқтаусыз. Қазір ұқтауда кішкене әсер етіп тұр. Онша көп шығармайды суды. Міне, қаншама шықты. Енді ашамын. Қараңыздар. Енді қалай лақтырсам да мен қорықпаймын. Енді мен бұны ішіндегін алып тастауға болады. Міне ортасында қараңыздар. Міне ең қызығы осы. Міне не үшін мынау салынды? Құпиясы ашылды ма? Мынаның ортасын жабысып қалмау үшін. Енді әлі де нәзік. Асуға болмайды. Мынау жабысқан жерлерін бұлай тор көз қосып, қырларын ақындап, сабындап оқалап жіберем. Сабындап. Сіздер енді оқалаумен жалғастырасыздар. Мен де қазір оқалап алам, сосын барып шлиф машинамен тағы да бір 2 минуттай өтем, 1 минуттан 2 жағын. Мына жерін, міне, мына қыры ғой, міне, мына қыры міне өте әлі нәзік, кейбір әлі жүнденіп тұр. Сол жерін ақындап сулап жіберсеңіздер, ол жанша қыдырайды. Біркелкі қылып ыдыратсаңыздар, ол не? Кесіліп қалмайды да, бұл қосылған жері ғой. Міне, сабындасаңыздар, өте жақсы жабысады. Егер тесік болып қалса, осыған жүнді салып, су сабындап, ақырын былай елесеңіздер, қайра тесік жабылады. Ондай да болады. Ханның қызында болады дейді ғой, ондай. Менде де болады. Бәрін білемін, ондай қателікте жүріп атады кейбір кезде. Қазір қарап шығам. Қаншалықты менде тесіксіз жасалынған. Енді қазір әлі сирек болса да, ол уқалаған сайын талшықтар қосылады ғой. Сол кезде орнына түседі. Енді үлкен жаңағыдай тесіктер болса әрине, келу екі талай. Оны бір сухой валяние деген ине бар. Сумен тықылдатуға бұл жүнді қойып, кім ондайды білсе, болмаса онда жай ақ жіппен тігіп, илеп, илеуге болады. Басында, ең басында көрсеңіздер, сол жүн саласыздар да, осылай уқалайсыз, көп уқалайсыз. Сосын қарап отырасыздар, оның үстіне міндетті түрде мынау не салу керек. Енді мына жағын. Көлдің басынан несінен өтіп жатырмын, айналма. Бұдан да тақия істеуге болады, бұдан шапка істеуге болады, құлақшын істеуге болады. Бұдан да бірнәспіра заттар істеуге болады. Петушок істеуге болады. Мен тақия істейін деп жатырмын. Қайырмалы тақия істейін. Қайра сулап жатырмын. Бағана суды сығып тастадым ғой. Өйткені бұл солай болу керек. Мен қазір сіздерге көрсетем. Екі жағын қалай жабыстырғанымды. Су аз болса, су құрғаттық қой жаңа. Сумен сарпын жүреді. Көбірек уқалаңыздар. Міне, мен тек қана мынау қырларын уқалап шықтым. Енді қарайым, жоқ, тегіс жақсы жабылған екен.
Енді бәрін оқалап шығам. Сіздер де оқалай беріңіздер. Мен флеш машинкамен оқалайым. Сол кезде сіздер де оқалай беріңіздер. Сабынды аямаңыздар. Сабынды әзір болса шайып алуға болады суға. Міне қатты басып оқалаған жақсы. Бұл енді қорықпайды ыдырап кетуге. Бұнымен жұмыс істеп жатқанда қолдарыңызда бір сондай бір күннің жүйкесі тозған, соларға бұл пайдалы. Жалпы қолөнер деген ешкім бұрынғы әулиелерді қолөнер жүрмеген ғой. Қожа Ахмет Яссауи ата үйді балшықтан жасап, қыштан жасап, ыдыс сатқан. Сонда өгізге ме бірнеге салып жібереді екен. Сол жерде ана алатын кісілер алып, ақшасын салады екен. Кім ақшасын салмаса, сол жерден кетпейді екен. Қараңыздар, сондай данышпан әулиелер қолөнермен айналысса, оның адамға деген пайдасы бар. Адам пенде ғой. Осы жерде адамның мінезі тәрбиеленеді. Неге? Өйткені сен қолмен жұмыс істеп жатқанда, ойың келеді, жақсы ойлар ойлайсың. Еш уақытта ашуланып сен жұмыс істемейсің ғой. Енді істегің келмесе ашуланатын шығарсыздар, бірақ та не істесеңіздер, ыдыс аяқ жусаңыздар да, сіздерде бір сондай бір күй болады әйел адамдарда. Көбінесе әйел адамдар айналса, онда ер азаматта да істейтіндер бар баспен. Бұл жерде әйел адамның мінезі сондай болу керек, байсалды, адамдарға жағымды. Сіздерді қай кезде сыйлайды? Сіздерге қарап, мінездеріңізге қарап сыйлайды ғой. Менің анамды айтатынды. Менің анам татар болды. Айтатынды. Қайнағалары. Мен 5 қазақтың қызына келінін айырбастамайын деп мен анамды. Сонда анамның мінезін не қарап айтқан ғой. Кейін енді сосын енді өзіміз білеміз ғой, анамен. Сондай адамдарға деген қарым-қатынас керемет болды. Келген кісіге маңдайын қалайды, шытпайды деймі, ашуланбайды, қарсы алады, барын береді. Сонда анамыз айтатынды бізге, енді біз жаспыз ғой, келгенде балаларыңды ұрыспаңдар, сондай қонақты ұнатпаған етсең деп сондайды айтатын. Ол кісі бір класста оқыған жоқ. Бір классқа барғанда 36 жыл ғой, сол кезде соғыс уақытында әкесі соғыста болады, шешесі 6 баланы асырайды. Сол кезде ол мектепсіз де тәрбиеленген ғой. Сол кезде дана, анасы дана, көршісі дана, ол кезде бәрі ақылды. Қазіргі уақытта емес қой. Сенде болсын, манда болмасын деген. Сөйтіп қиналып өскен балаларда тәрбие күшті болады екен ғой. Сол кездегі ананың әр сөзі, қазір біз айтпаймыз ғой, аналар балаларға қойшы өздері біледі деп. Айта беріңіздер. Сіздердің сөздеріңізде жазыла береді. Ертең олар өскесін, есейгесін, қателеседі, өмір болғасын, мен де пенде болғасын, жас болғасын қателестік қой. Кейін сосын сол қателескен сынақтан кейін ойлайсың, анам сөйтіп айтып еді ғой деп. Өмірімде бір келген кісіге өзім істегенімді қайтарам деп бір істеген қабағын бермедім бе, сондай бір нәрсе болды. Шайымды бердім ғой, енді мен біреу келсе тамақ істеп, жүгіріп, бір нәрсе істеп, сөйтетін, анам сондай. Сонда кейін байқадым, мынау менің дұрыс емес екен. Мен одан қиналам екен, керісінше ұнатпасам да соған жүгіріп, тамағын беріп, шығарып салсам, мен соны рахаттанады екен. Сондықтан адам қай кезде адам ол өзінің адамгершілігін ұмытпағанда. Тас лақтырдым, бас лақтыр деп жай айтпайды ғой. Міне көрдіңіздер ме, қанша уақыт мен сипап жатырмын. Сіздер де сипаңыздар. Өйткені қазір процесс аяқталуға келеді. Мынау сипамасаңыздар шикі болады. Сосын тез отырады, әдемі болмайды. Сосын мына жерде мән беріңіздер, әсіресе мына киетін жері ғой. Осы жерде әлі ол иленген жоқ қой. Оған да бүйтіп қарап қойыңыздар, бүйтіп шеттерін. Сол кезде ертең дайын болған кезде, мынау ертең емес, енді алып жаса қазір дайын болған кезде бұл әдемі болып тұрады да, анандай тігіп қойған сияқты. Кейбір қосылған жерің шығып кетсе, қазір білектейміз.
сіздер сипай беріңіздер. Мен бір жуып аламын. Сіздер сол сабынды күйі сипай беріңіздер. Мен не үшін жуып аламын? Қазір ана сыққанда су кетпейді онша сабын болған. Әлі де сабын көрмедім. Сабын болып тұр менікі. Енді мен кішкене сабынға өнімді емес, мен лақтырып жатқанмын, жай өзіме әлі лақтыруға ерте. Қарпу дейді оны. Енді қараңыздар. Бағанадан көре пісті. Мен жаңа мына жерін көрсетіп жатырмын да, бүйтуге де болады. Бүйтсеңіздер, ол елене береді. Мынау артық шығып тұрған жері сол көріп бүйтіп нетсеңіздер. Жаңа мен соңында мына жерге қосымша салам ба деп едім, жарайды енді оны кеттім. Енді мен қазір 1 минуттан машинкамен, слеп машинкамен өтемін. Сіздер сипай беріңіздер. Bir minut tuttu, gerisi sәл 1 минуттан артықтау кішкене ұстауға да болады кімге болды дегенде жаңағы қалауымыз болды. Енді мына жерде бір қарап кетуге болады. Жүзіп былай сипап. Сіздер енді қолдарыңызбен сипасаңыздар, сіздікі енді бәрібір мен кіші машинамен кесіп қыр болып пайда болды. Мына қырын қайта сипаған онда қыр көрінбейді сонда. Қосылған жер білінбей кетеді. Ал енді білектейміз. Жаңа ұқтаулаған сияқты тек қана мынаны енді өзіңіні домалап етеміз. Былай жинаймыз. Рулет сияқты жинаймыз. Енді 30 рет білектейміз. Сосын кейін қысқармай жатса білектей беруге болады ақындап. Санап аздап-аздап. Ал енді міне су шығып жатыр. Артық суы аз тағы да болса су шығатын. Енді міне қатты былай. Бағана қорқтық қой. Жаңа туған бала сияқты жүргекте қатты нету, енді қорқпаймыз. Сәбиіміз өсті, үйленді. Ал енді 30 рет. Біреу қатты басамыз, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, қатты басамыз, 30. Енді ашамыз. Тағы да сүзгімізді ондап сығып аламыз. Су шығып жатыр. Бағана суладық қой. Ал, енді ашамыз. Байқаймыз отырды, иә?
қисайып кетпесін. Сәл түзейміз. Енді төбесінен төмен осылай жаңағы ораған сияқты ораймыз. Қатты ораймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, айналдырып отырамыз. 23, 24, 25, 26, айналады. 27, 28, міне білекке дейін барады. 30, жалпы білекпен бүйтіп нетуге 30. Ал енді ашамыз, екі қырын жасаймыз. Суымызды тағы да сығып аламыз, артық су болса. Су шығып жатыр. Бұл енді отырады керемет. Енді бұған маған қалып керек, қалып бар. Қалыпты да көрсетем. 57-58 қалып. Қараңды сілкіп алдым. Міне, кішірейді. Енді екі қыры отырады. Енді біз көбінесе салғанда осы қырынан еттік, қазір қыры отыруға тиісті көбірек. Бұны да келтіріп әдемілеп бір келкі болу үшін, қисаймау үшін бір келкі бүктеп аламыз. Қырына қарай, қарама қарсыға. Көрейік енді. Сығып алдық, суын кетіріп. Бұл енді қысқарды, бұлай да нетуге болады. Ал енді тартып, ұмтылап. Өйткені білек дегенде ыңғайлы болады да, қатты осы. Біреу, екеу, қолымызды ауыстырып отырамыз. Үшеу, енді қысқа ғой. Төртеу, бесеу, екі жаққа жібі ауыстырасынан. Жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Егер де дұрыс істемесеңіз, бір жағын 30, бір жағын 25, бас киіміңіз қисайып кетеді. Енді қарама қарсыны табып аламыз. Мына міне жаңа бүктеген жарым. Енді қарама қарсын осылай 30 рет тартып қоямыз бүйтіп. Міне осылай тартып қоямыз бірге. Енді мына жағын 30 рет. Жақсы болды, ондай қалың да емес. Орташа болды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Міне болдық енді. Енді білектемейміз. Қазірше деппін. Білектегенде, мынау қараңыздар. Ерсі қарсы білектедік қой. Енді мынаны ашамыз да, мына қыр бар ғой. Қырына былай келтіреміз.
иә келтіреміз да оны бір 10 рет кішкене білектейміз. Міне осылай аламыз да шеттері созылып кетпеу үшін міне осылай аламыз да жаңағыдай ораймыз. Енді мен матасыз да істей беремін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 екі жағында. Енді келесі аударам. Сонда әдемі болады. Мына жағында істеп көрейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Міне. Енді қыры былай білінбейді. Сәл мына жері міне созылып тұр демесе, мына жері. Оны былай істеймін. Айттым алдында. Бүйтіп илей беріңіздер. Артқа кеткенін алға кеткенін артқа былай бүйтіп илесеңіздер, мына бүйтсеңіздер, орнына түседі. Мына жер сәл білініп тұр. Енді ол иленеді. Былай да илеуге болады, бүйтіп қолыңызбен шеттерін. Сосын мынау салатандардың әбден етіп бітті. Оны былай да істеуге болады. Бүйтіп жинайсыздар да, шетін жинайсыздар бүйтіп. Сонда ол да иленеді. Міне былай аласыздар да. Мына жерде былай илейсіздер. Сонда мынандай бір керкі болады. Түсінікті ғой, иә? Мына жерде міне гармошкаға алдыңыздар да, сосын бүйтесіздер. Қолмен де төгуге болады. Мына үйдегі бар ғой. Сосын менде мынандай менің құрылыс үйдеші стройматериал бар ғой, қазіргі конструктордың несі бар. Сонымен де бүйтуге болады. Міне, қараңыздар енді, әдемі болды. Ал енді не істейміз дегенде, қарамыз. Бас киіміз кішірейді, бағанағы қаламыз қайда. Міне, соның үстіне қойып көрейік. Қараңыздар қаншама отырды. Міне, қаншама отырды. Ортасына қойайық. Үсті де, асты да отырды. Міне, әлі де отырады. Өйткені бұл 58, 57-56 размер. Бұны енді ұқтауладық. Енді бұны мен қазір сәл тағы да оқалаймын. Не үшін оқалаймын? Қазір мен оны кейін тағы көресіп, онда су керек болады. Оқалаңыздар, қорықпаңыздар, суды аямаңыздар. Енді қолдарыңызды етуге болады. Жүнденбесе, бірақ сабынды болу керек. Жүн бас киімі сабынды болса, сонда анау жүнденбейді. Бәрі сулаватыр ма дей. Су кеуіп қалды. Сол сумен ойнаймыз. Сабынмен сумен ойнаймыз. Ойнау арқылы бізде осындай нелер шығады. Заттар шығады. Балалар ойнайды ғой. Жалпы балаларды неге қазір балалар ойнамайды. Балалар ойнаған бала міндетті түрде еңбек жақсы көреді, еңбек істейді. Қазір балалар еңбек істемейді. Неге? Өйткені ойнау білмейді. Бұрын кезде осы балалар ана болып, әке болып ойнаушы еді ғой. Қазір ондай ойын жоқ. Қазір компьютер. Сонда бала ойнағанда еңбекке баулиды екен. Шыдамдығы еңбекке. Қыз балалар үй жасап ойнаушы едік. Оны жинаймыз, сыпырамыз, ана болып ойнаймыз, әке болып ойнаймыз, аға болып ойнаймыз, жүргізуші болып ойнаймыз. Сондай ойындар ойнаушы едік қой. Соның бәрі адамды еңбекке баулиды екен. Қазіргі балалар біздің ойнау білмегендіктен еңбек істеуді білмейді. Огородқа есік алдын жинаушы қоқысты көтергілері келмейді. Сондықтан балаларды істегісі келмеген нәрсені істетіңіздер. Қазір күштерің жетеді. Кішірек балаларға, ал 16-17-ге келген бала күштерің жетпейді. Қазір туған балаға да күшіміз жетпей жатыр ғой. Міне, енді осылай оқалай бересіздер. Оқалайсыздар тағы да. Мынамен де оқалауға болады. Бұл енді мынандайлармен.
ең бастысы сабынды болу керек. Сабынды болмаса жүнді болып қалады, жүнді болып қалады. Сондықтан мен мынау матаның үстінен, бас киімнің үстінен мына жерден төбесін бәрін уқалаймыз. Мына жерлерінде. Ал енді қараңыздар. Әбден уқаладық. Енді бұл үлкен. Енді бұны мынау осы күйі мен бұны былай уқалаймын, кір жуған сияқты. Сонда мынау кішірейеді. Енді мына жерін уқаладым ғой кішкене. Енді былай ашып уқалаймын. Осылай дөңгеленіп уқалап шығам бір келкіп. Көп уқалап қойсақ бір жағын. Санап тұрыңыздар 5-ке дейін уқалаймын деп, 5-ке санға дейін. Мен көз өзімнен уқалай беремін. Ұмытқалап. Енді мына жағын айналдырып отырасыздар. Ал уқалап шығып. Тағы да бір рет. Азы уқалап айналып отыруға. Кір жуған сияқты. Енді оқылап болғаннан кейін айнала. Енді үстін төмендету керек енді. Үстін төмен. Жағын аударып қоямыз. Осылай оқалай береміз. Биіктігі төмен керек болса, төмендетеміз. Ал енді маған қазір қарайым өзіме керектігін. Маған осы жарап, әлі кішкене керек. Маған тақия тәрізді ғой. Енді әлі үлкен көлемі. Осындай тақия тәрізді болады менің. Бұл елусі әлі отырғызам. Маған мына жерін биіктік онша отырғызбаймын қазір. Былай кеңдігін айнала беремін осылай. Бастарыңыз үлкен болса, ол келіп қалса, осыны келтіресіз бастарыңызға. Қазір қалыпты келіп. Қазір мен қалыпты алып келейін. Қалыппен келтіріп отырып, дәлме-дәл келтіремін. Міне, осындай тақия болады, Алла жазса, бұл қалындау. Мынандай қалыпқа жасаймын. Мынандай қалып, осы 57-58 размерге, көлемге. Қазір мен кигізіп көремін. Міне, қараңыздар, келіп қалыпты. Сәл келіп қалыпты. Қайырып көрейін. Міне. Сәл келіп қалыпты. Әлі кішкене. Әлі қарпиын ғой. Қарпитын бар. Кішкене тағы да былай нетейін. Сосын мынандай тақияның несі бар. Қалпы. Бұл енді мен 56 болғасын үстіне не киіз қойдым. Ескер тақияны киіз қойдым. Осы тақияға да істеуге болады, ескерен қоя болады. Бұл қалыпты қайнауға болады десеңіздер, бұл қалыпты тапсыруға істеуге. Мынаған киізгенде сәл үлкенде. Өйткені адам басы 58 болса, оған 59 керек. Сәл үлкенде мынау киіп шешкенде былай тар болмайды ғой. Ал істегенде мен тарғып істеймін. Сосын бір размерге мына қосып қойдым. Тақияны. Мынаған көрейін. Биік әлі. Қанша биік әлі. Міне. Тақияға жету үшін әлі отырғызу керек. Биіктігін ана кеп тұр. Оқалай береміз. Бас киіміміздің өзінде енді керек размері болса болды. Біздің неміз пісті әбден. Ол көрініп тұр қолға ұстағанда. Кигізденді. Әсіресе мына жер кең болады. Мына жерден көре асты кеңдеу болады. Соны былай тартып қойсаңыздар бүйтіп. Қазір мен оны дақтырамын, қарпимын.
ал енді көрейін. Қарпиын елу рет. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қарпығанда да ауыстырып отырасыздар. Мынау айналып отыру керек. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Сосын бүйтіп қысып отыр ғой. 26, 27, 28, 29, 30. Ал енді көрейік 30-ды. Сосын тағы жалғастырамыз. Міне, қараңыздар. Тағы да кішірейді. Ал мынау биікке келеді енді. Ал мен тақияға келсек, тақи деп тұр ғой. Бұны мынаған келтіреміз. Қараңыздар қаншама отырды. Иә, әлі де бар, міне отыру керек әлі үстіне. Ал тағы да кеттік. Енді шапкаға жарайды. Кішкене бір биіктігін азайтуға болады. Тағы бір 20 рет қарпимын, сосын келтіре беремін. Мына жерін кішкене тағы алайын. Осы әдістермен өздеріңіз ауыстырып отырып илей бересіздер. Өзіңізге керек размерге, қалыпқа кигізуге. Ал енді тағы бір 20 рет қарпиын. Енді көрейік. Қараңыздар. Қазір сізге салыстырмалыға мынау нені көрсетейін. Никаласын көрсетейін міне. Қараңыздар, қаншама отырды. Сондықтан қандай зат істесеңіздер, никаласы үлкен болған онда. Сонда сіздер енді тым үлкен болса да дұрыс емес шығар. Өйткені онда отырмай қалады да, пісіп кетсе. Ал енді тағы да көрейін. Кейде тақияма. Болып қалды міне. Енді ені болды. Үсті былай да нетуге болады. Мен мынаны үстіне істеп сипаған сайын өзі формасын азайта береді. Мынау жұқалау, жаңа көрсеткенім қалыңдау. Ол салуына байланысты. Осылай қаланады. Енді мынаған көрейін. Мынаған жетіп қалған сияқты, мынаған жетпей тұр. Бұл жерде енді мен шеттің ғана үзеймін, мына шетін былай. Болып қалды енді. Үстін былай нетем. Ыстық суға салам, тағы да отырады. Ыстық суға сап қоям. Бір 10-15 минутқа. Сосын суға жуамын. Сосын әрі сізге көрсетемін. Мына жердің кең болып кетті, мына жер кең. Оны бүйтіп сипай берсеңіз, бұл да отыра береді. Осы формаға қарап, мына жеріне грыжа болып тұрған жерін былай жоғары көтеріп сипайсыздар. Оны да реттеуге болады. Жалпы жүн сипаумен тегіс істеледі. Кейін бәрі онды болғаннан кейін, мынамен де былай сипауға болады. Көп сипасаңыздар, әдемі болады, тегіс болады, үтіктеуге болады. Жалпы ақ жүн кірлемейді. Сол өз несін ұстап тұрады екен. Жүн басқа матаға қарағанда жүн ақ кірлемейді. Енді бір нәрсе жағып кірлетіп алмасаңыздар, былай шаң болып, сондай бір кірленбейді. Енді күйеуге нетсеңдер, енді осындағы нетем, осындағы тегістер болмаса, бәрінің қаншама артық. Ой, оқолаумен кетеді, бүйтіп оқолаумен. Жаңағы көрсетейін, оқолаумен бүйтіп. Тегіз жабысып тұру керек те, қырына. Бас киімге. Сол оқолаумен біз енді соны келтіреміз. Қазір мен қатты оқаламай қойайын. Ыстық суға салып, кейін барып тағы да көремін.
суға салғасын қайта сабындағым келмей тұр да, сондықтан қазірде істеп нетуге болады. Ыстық су ондай қатты отырмайды енді, мынау дайын болған кезде ыстық судың несі күші жетпейді отырғызуға. Мен кір жуған машинаға да өзімнің қажеттілігімді салып жуамын ғой, отырмайды. Бұл әбден піскеннен кейін жүннің бір қасиеті бар, отырмайды. Мына өрт сөндірушілерде осы жүнді кигізеді екен ғой. Жанбайды ғой. Жүн жанбайды. Сосын ыстық жерде болады ғой нелер. Темірді балқытады. Сондай жерде осындай кигізден костюм кигізеді екен. Білетін болсаңыздар. Кигіздің кереметі. Кигізді қолға алу керек жалпы. Халық осымен тұрмыстыққа қолдану керек. Жабыныштан бастап көрпеден, құрақ көрпе, матрас, қолғап, бүкіл киімді осыдан киюге болады. Гамаш да істеуге болады, осылай идеп. Тоқуға да болады. Тоқуған басқаша, илеген жұмсақ болады. Матасын істеп кесіп тігуге де болады. Осыны қолға алу керек. Қазақстан осымен шетелге ерекше бір өндіріс шығарады, көрсетеді. Сосын бүкіл ел бізден сатып алады. Керемет емес па? Міне, қараңыздар. Формасы келді. Мен биіктігін онша нетпеймін, өйткені тоқылдау. Осылай болады. Төбесі кішкене болсын. Осылай болады. Әлі де сипаймын, әлі де кепкеннен сәл дымқыл болған кезде тағы да бір кішкене оқалап жіберемін кезде кемге көніп қалады. Төбесін иілу керек болмау үшін оқалап жіберемін. Жалпы болды ма? Міне дайын. Енді ыстық суға салып, неткеннен осы формасында болады. Көрмесеңіздер тағы да жалғасып көрсетемін. Міне аяқталды. Ыстық суға салынды. Тұрды бір 10 минуттай, 15 минуттай. Сосын барып суға шайылды. Елікше мына жерлерді сәл кепкеннен тағы да тегістеп жеуге болады былай. Бүйтіп биіктігін қалдыру керек осы. Қалыбын төмендеу. Сонда да төмен түсіріп, мынаны тегістеп жіберемін. Кішкене кепкеннен кейін сәл кептіремін. Қазір мен сізге мына жерге қойған заттарым бар. Мына алдында істеген тақияларым. Бұлар енді қайырмай істейтін тақиялар, дөңгелектен. Алдында көрсеткендей, мынандай дөңгелектен осындай тақия шығады, берет істеуге болады. Кейін беретті істеп көрсетермін сұрауларыңыз бойынша. Ал енді міне осы уақытқа дейін сіздермен менімен болғандарыңызға рахмет. Кәне өзімізді көрсетіп жүрейік. Мен Мәруан әже, сіздермен бүгін болдым. Осындай қолөнер сүйетіндерге бүгінгі бір пайдам тисе, міне осындай бас киімдерді жасауға үйретеміз. Міне мынандай кестелеуге болады. Міне жаңағы жасаған бас киім, міне мынандай қараңыздар, пісті. Мынандай қаздың несі болады, терісі сияқты, тауықтың сондай болады. Сол кезде біздің бас киіміміз дайын деген сөз. Аман есен болыңыздар, хош сау болыңыздар.